Ассалаумағалейкум. Мен Түркістан облысы Көкбас ауданы Әлия Молдағұлов атындағы жалпы орта мектебінің 8-ші сынып оқушысы Төребек Қажғали боламын. Және менің жетекшім биология пәнінің мұғалімі Рүстембекова Мұхадас Ермаханқызы. Проэко экологиялық жобалар конкурсының менің қоршаған әлемім ғажайып әлем бағытты және тақырыбы дебаттық пікірталас бойынша бақ сынап ой қозғайтын боламын. Мені қоршаған әлем сөзсіз таңғажайып әлем. Ана құрсағынан шыр еткен сәби жарық әлемге келісімен көрікке тұнып тұрған тартымды ағаштарды, ағып жатқан бұлақтың сыбдырын, жұмыстың сыңғырын, құстардың әсем үнін, әлемнің нұрын сыйлаған жарық күнін естіп, көріп, ерекше күйге түседі. Бұл күй табиғат күйі. Табиғат ғажап әлем. Адамның табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оны айтар тіл жоқ. Экологиялық проблемалар дегеніміз не? Экологиялық проблема бұл қоршаған ортаның бұзылуына әкелетін табиғи факторлардан немесе адам әрекетіне пайда болған проблемалар. Бұл проблемаларды шешу біздің табиғат ана алдындағы перзенттік борышымыз. Бүгін мен жаһандық жылыну проблемасы бойынша ой қозғамақпын. Соңғы онжылдықтарда планетамыздағы климаттың үлкен қарқынмен өзгеріп жатқанын байқауға болады. Жаһандық жылыну жердің бетіндегі орташа температураның артуы, климаттық тепе-теңдіктің бұзылуы мен қоршаған ортаның орасан зор апаты. Ауаның ластануы, көмірқышқыл газы атмосферада көп мөлшерде жиналып қалады. Жерге түскен күн сәулелерінің әсерінен көмірқышқыл газы сезілмей, ғаламшар қатты қызып кетеді. Жаһандық жылыну проблемасы бүкіл жер шарында өзекті. Бұл проблема табиғи апаттардың көбеюіне әкеліп қана қоймай, адам денсаулығына да қауіп төндіруде. Жаһандық жылыну салдарынан орман өрттері, өзен-көлдердің тартылуы, мұздықтардың еруі, су басу, қалыптасқан экожүйенің ауытқуы орын алуда. Жақында ғана Біріккен ұлттар ұйымының кеңесшісі, климат маманы, Нобель сыйлығының лауреаты Рае Квон Чонг жаһандық жылыну мен мәңгі мұздардың еруі адамзат күтпеген салдары бар вирустарды оятуы мүмкін деген тұжырым айтты. Анықталғандай, ежелгі мұз үлгілерінде вирустардың 33 тобын ашқан. Қазір эпидахуал кезінде байқағанымызды біздің медицина бір вируспен әрең күресуде. Бұл вирустармен күресуге де қауқарлымыз ба? Негізінен Қазақстан 2016 жылы климаттың өзгеруіне байланысты конференцияда осыған байланысты көптеген келісімдерге келген. Қазақстанда өз тарапынан климаттың өзгеруіне әсерін тигізіп жатыр. Арал теңізі құрғап кеткеннен аспанға тұздың ұшуы климатқа әсер етсе, екіншіден еліміздегі мұнайдың әсерінен шығатын парниктік газдар, өнеркәсіптер Қазақстандағы климаттың өзгеріске ұшырауына өз үлесін қосып отыр. Париж келісіміне отырған соң Қазақстан өз мойнына жауапкершілік алды. 2020 жылға дейін Қазақстан парниктік газдардың белгілі бір өлшемін азайту керек еді. Алайда бүгінгі таңда біз осы келісімге сәйкес іс-қимылдар қарқынды жасап жатқан жоқпыз. Керісінше, парниктік газдардың мөлшері көбейіп жатыр. Жаһандық жылынудың пайда болу себебі мен ауру салдарын айттық. Енді бұл проблемалармен қалай күресеміз? Соған тоқталсақ. Үлкен аумақты тез жасылдандыру бұл проблеманы шешудің ең тиімді жолдарының бірі. Себебі ағаштар мен жасыл өсімдіктер фотосинтез процесі көмегімен ауадағы көмірқышқыл газының мөлшерін азайтып, жылыжай эффектісінің туындауының алдын алады. Сондай-ақ, ғалымдар 1 гектар орманды жылына 18 миллион текше метр ауаны тазартып, 1 сағатта 8 килограмм көмірқышқыл газын сіңіретінін анықтаған. Қазақстан Республика президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылы Қазақстан халқына жолдауында 5 жыл ішінде елімізді ауқымды көгалдандыру міндетін қойған болады. Тапсырма аясында 2 миллиард ағаш егу жоспарланған. Ол үшін барлық облыс және министрліктің ведомстволық бағынысты мемлекеттерінде орманды көбейту мен өсірудің 5 жылдық кешенді жоспары бекітілді. Бүгінгі таңда 13,6 мың гектар жерге ағаш отырғызылды. Мамандардың айтуынша, қаладағы ауаның ластануы 65%-ға азайған. Жаңартылған
энергия көздерін пайдалану. Жаңартылған энергия күн жарығы, жел, су секілді сарқылмас табиғи ресурстардан түсетін энергия. Бұл баламалы энергия көздерін қолдану арқылы біз климаттық жылынуға алып келетін дәстүрлі классикалық энергия көздеріне айналған ескінің салпын шағынан бас тартып, жаңа мүмкіндіктерге қадам басамыз. Жаңартылған энергия көздерінің электр өндірісінің көп бөлігі жел электр станциясына тиесілі 42,1%. Күн электр станциялары сағатына 1,6 миллиард киловатт. Кішігірім гидроэлектр станциялары сағатына 799,7 миллион киловатт. Биоэлектр станциялары сағатына 3 миллион киловатт өндіреді. Парник газдары шығарындыларын азайту үшін жаңартылған энергия көздері объектілерін енгізу бойынша Қазақстан 63 мемлекеттің ішінде 59 орында. Жалпы қалпына келетін энергияның келешегі зор. Экологиялық таза қоры еш уақытта сарқылмайды, әрі арзан, тиімді. Оларды пайдалану табиғат баланстарын бұзбайды. Егер біз баламалы энергия көздерін тиімді және үнемді пайдаланатын болсақ, бұл біздің келешегіміздің кепілі. Сонымен қоса, ауаны зиянды шығарындылармен ластайтын өндіріс ошақтарының жауапкершілігін арттыру, кен байытатын, мұнай өнімдерін өндіретін және оларды өңдейтін өнеркәсіп орындарын қалдығы аз немесе қалдықсыз технологияға көшіру, оларға экологиялық келтірілетін зиян үшін төленетін салық пен айыппұл мөлшерін арттыру, шамадан тыс мөлшерде зиян келтірген кезде табиғатты тазарту жұмыстарын жүргізу жауапкершілігін жүктеу. Бұл арқылы біз өнеркәсіптерден бөлінетін үлкен мөлшердегі парниктік газдардан құтыла аламыз. ақш-та қоршаған ортаны ластаған үшін мыңдаған доллар айыппұл төлейтін болса, біздің елімізде төленетін айыппұл мөлшері өте аз. Сондықтан да инвесторлар сүзгілерді орнату, ауыстыру және бөлінетін ластануды азайтудың орнына айыппұл төлеуді жөн санайды. Кәсіпорындардың құрылыстары экологиялық гигиеналық сараптамалардан өту және жұмыс істеп жатқан нысандағы үнемі санитарлық бақылау жүргізуді қажет етеді. Қорытындылай келсек, қоршаған орта тұтастығы мен халықтың саулығы экологиялық мәселемен тікелей байланысты. Десек те, жоғарыда айтылған материалдардан байқағанымыздай, жаһандық жылыну қаупі күннен күнге артуда. Бұл қауіпті сейілтуге әлде де кеш емес. Мен бұл ой толғауымда нақты фактілерді ұсына отырып, экологиялық проблемалардың шығу себептері мен туындау нәтижелерін, сонымен қатар оны шешу жолдары туралы позициямды дәлелдедім. Табиғаты кемел, өзен көлдері көркем, паң таулары кербез еліміздің табиғатын қорғау күшейе түссе деймін.